Қазақтың қарасы көбеюіне қасақана балта шабу деген сөз ғой бұл. Кетпен жігіт болмайық деді. Құдай сүйеді біздің қазақты ше. Білгенім 1-9, білмегенім 99 дейтін қазақпын. Қолдан жасалған саясат екен ғой. Сіз өзіңіздің әйеліңізбен бойжеткен қызыңыз бар ғой сіздің де. Ертең екісінің даласына айдаңыз содан кейін. Бұның арасында біз әдейі айтпай отырған қызықтар бар. Оны оқырман өзі оқып алсын деп отырмыз. Дүние жүзінде сен масқара қыламын дейді ғой. Жаңағы айтты ғой, зәресі зәр түбіне кетеді да, мен қазақтың әз наурысын қайта жаңғыртып жатырмын дейді. Еліміздің ертеңі не болады? Ассалаумағалейкум, құрметті біздің барша қазақ елі, ардақты әлеумет. Бүгін Құдай қаласа білек сыбанып Алла бұйыртса өздеріңізге берген өткендегі жұмадағы уәде бұл жұмада орындалып жатыр. Бүгінгі жұмаларыңыз қабыл болсын. Енді сіздердің уақыттарыңызды алатын кезде тыңда деп айтпаймыз. Қолыңыз босаған кезде, кешке жатарда, болмаса жолда келе жатып барады, сапарда кетіп барады, біздің видеоны қойып тыңдап отырсаңыздар, Құдай қаласа жалықтырмаймыз деп ойлаймыз. Қасымда менің Серік ағам бар, Серік Әбдуәлі. Бүгінгі өткендегі берген уәдеміз бойынша Өзбекәлі Жәнібек, яғни ұлт жанашыры, мемлекетіміздің қайраткері Өзбекәлі атамыз туралы керемет естеліктерді қазір Құдай қаласа алатын боламыз. Кітапқа деген сіздердің құлшыныстарыңызды оятамыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар, күйлі қуатты бармысыздар. Шында да осыдан апта бұрын елдің алдында аудиторияны аузымызға қаратып уәде берген едік қой. Әр жұма күні, мынау қазақта бір қанатты сөз бар, дүйсенбі азына, жұма күні қазына дейді. Күндердің ұлығы қасиетті жұмада осы қазақтың маңдайға мақтаныш тұтар тұлғаларын елге дәріптеп, солар жөнінде жазылған, онда да аспаннан алып емес, нақты тарихи деректерге, дәйектерге сүйене отырып жазылған кітаптарды көпшілікке, мына көрермен қауымға, ойлы оқырманға сәл кеңірек таныстырсақ деп едік. Одан кейін орайы келген осы жерде Дәурен бауырым бастан жақты айырып, мына мәселені ашып айтып алайық. Былайғы жұрт сырт көз ойлауы мүмкін. Бұлар Шырайлы Шымкенттің шырын тілді жігіттері жиналып алып, мына Санжар Керімбайдың жалпы отбасы хрестоматиясы сериясымен шығып жатқан кітаптарын жаһанға жар салып жарнама жасап жатыр ғой деп ойланмасын. Кітап көп. Ақынның алыбы, ақылдың кені, мына Абай бабамыз айтқан екен, жүректен шықпаса жүрекке жетпейді деп. Менің өзім мәселен, осы Өзбекәлі және мәдени майданды кездейсоқ көзім шалып қалды да, көңілім ауды. Тапсырыс беріп, Каспий қосымшасы арқылы осы кітаптардың барлығын алдырдым. Ал Санжар Керімбайды тек сырттай ғана танимын. Көзбе көз табақтас болып, сәке дастархан басында отырған емеспіз. Сондықтан мына кітапты оқығаннан кейін менің көңілім құлады, көздің жасын бұлады деген сияқты отырып оқыдым да, жүректен шыққан дүние жүрегімізге жетті. Сондықтан өзі мынандайға орай келгенде бір айта кетейін, Көпен көкеміз марқұм бақи дүниесі жарық болсын, Көпен көкеміздің бір дастархандас болғанда айтқаны бар еді, жігіттер, кетпен жігіт болмайық деді. Кетпен не істеймін ғой мен? Сөйтіп жігіттің екі түрі болады деді. Біреуі кетпен деді. Кетпен тек өзіне қарай шабат деді. Кетпен тек маған дейді. Ары қарай шапқан кетпенді қайдан көріп едің дейді. Ал енді кетпен жігіт болмайық, ара жігіт болайық дейді да. Ара деген екі адамды қара ғой. Бірде саған, бірде маған, бірде саған, бірде маған дейді. Кетпен тек маған деп өзіне қарай шабат. Сондықтан біз кетпен жігіт болмайық, ара жігіт болайық, ағайынмен ой бөлісейік, ойымызды ортаға салайық, талқылайық. Сонда мынау айтысқан, мына дискуссия деген өзі айтыс деген сөздің баламасы. Ал айтыста ақиқат туады ғой ағайын. Платон менің досым, бірақ ақиқат бәрінен қымбат деген қанатты сөзді бәріміз білеміз ғой. Сол сияқты мына арада бәленбай жылдар салып, қазақтың бір туар тұлғасы, бір туар ғалымы, бірегей тұлға, біз оны кезінде күні кешеге дейін мысалы Қаныш Сәтбай деген кім десе Қаныш Сәтбаев, геолог қой, қазақтың тұңғыш академигі ғой дейміз. Одан ары қарай білмейтін едік. Міне кәдімгі июін қандырып тұрып, талай тамаша тарихи деректерге сүйене отырып, дәлел дәйектермен Қаныш туралы кітап шықты. Құдай қаласа біз бұған алдағы уақытта тоқталамыз. Ал себебі бұдан бұрын 23 жылдың қараша айында басуға қол қойылып, жылдың соңында 24 жылы кең аудиторияға тараған кітап бұл Өзбекәлі және мәдени майдан. Мәдениет негізі
біздің ұлтымыздың мәйегі ғой. Мәйек дегенді білетін шығарсыз, бәріміз ауылда өстік қой. Қазақтың қара сирақ Шиборбай баласымыз. Ауылда мысалы бар балам жұмыртқаны алып кел десе тауық қорадан. Ішінен мысалы 5 жұмыртқа жатса 4-еуін аласың. 1-еуін мәйекке қалдыр дейді. Сол сияқты мына біздің мәдениеттің мәйегі болған Өзбекәлі және Өзбекәлі ағамыз туралы өте тамаша жазылған еңбек. Сондықтан неге біз тағы да қайталап айтам, өткен хабарымызда да айтқанбыз, біз Қанышты қадірлеп, Өзбекәліні жаңағы әспеттеп, біз қолдан Құдай немесе жасанды әулие жасайын деп жатқан жоқпыз. Біз оқыған, мысалы, көздің майын тауысып, жазды осыны Санжар Керімбай, Нәби мырзалар. Ал енді оны оқыған адам бөліскін келеді ғой. Жаңағы айтпақшы, ара жігіт болып. Мынау сенің арбаң тұра тұрсын, менің арбам жүре тұрсын деген өзімшілдік, эгоизмнің ең биігі. Сондықтан мынау оқырмандар да білсін деп осы кітапқа тоқталайын деп отырмыз. Енді бірден айтайық, біз бұл кітапты бастан аяқ айтып берсек, оның қызығы қалмайды. Қызығы қалмайды. Бағана өткен жолы айтып ек қой, балды аз жесең ем, көп жесең ауру қылады. Енді мынау жаңағы Өзбекәлі және мәдени майдан сіздерге таңсық емес. Енді көрмегенге көсеу таң дейді. Біреу ойпырая, осы кітап туралы естіп едім, оқу керек еді деп, кежегені кейінге тарта бермеңіздер. Оқыңыздар алып. Себебі оны былай болсын. Бұны оқу кім үшін керек? Бұны не Өзбекәлінің жерлестері, мына Қазақстанның оңтүстігіндегі қазақтар жарнама жасап жатқан емес, айналайын ағайын. Бұл мынау иісі қазаққа қалтқысыз қызмет еткен бірегей тұлғаның бірі. Одан кейін біз бұны танып білетін болсақ, қазір бізден кейін өкшемізді басып өсіп келе жатқан жас буын, мінекей осындай балаларымыз ұлтымыздың ұлы тұлғаларын танып білмесе, онда келешегіміз қайдан кемел болсын. Сондықтан айналайын ағайын, мысалы бала кезде адам әркімге еліктейді. Қазіргінің балалары кім еліктейді? Мысалы қазіргі балалардың ойнайтын ойыны Бэтмен, Человек-паук. Қазақтың жүрген жері ойын сауық, баласының ойыны Человек-паук. Кәдімгі. Сондай да қазір. Ал енді біздің балдарымыз көзін тырнап ашқаннан бесік жырын естісе, әжесі әлдейлеп отырып бесік жырын айтса, атасы ақ батасын беріп, кешке таман ертегісін айтып берсе, ертөстік сияқты біздің балаларымыз да батырлық рухпен өспей ме? Ол біздің тарихи тамырымыз, сондықтан бұл тамыр рухани нәрді қазақтың қазынасынан, ауыз әдебиетінен алуы керек. Ал енді айтайық дегеніміз, міне, сол біздің жоғалып кете жаздаған кешегі кеңестік кезеңде өткен хабарымызда да айттық қой, Қазақ СССР-ның астанасы Алматы қаласының өзінде бір ғана мектеп-интернат қазақша оқытқан, ал қаланың өзінде қазақ мектебінің біреуі ғана қалған. Бұл сол кездегі Қазақстанда сол кездегі солақай саясаттың тырнақшаның ішіндегі жемісі ғой бұл. Ал енді сондай кезде айналайын ағайын, бізді негізі Құдай сүйеді біздің қазақты ше. Басына қара бұлт туғанда, тар жол тайғақ кешкен заманда, мәселен 1932 жылғы ашаршылықта 3 миллиондай қарагөз қазақ қырылып кеткен. Кезінде Қызыл империя қылышынан қан тамып тұрған кезде, қынадай қырып салған кездің өзінде де осы ұлтты тығырықтан алып шығатын, ұлтқа ұстын, жұртқа тұтқа болатын талай тұлғалар болды ғой. Мінекей сол кеңестік кезеңде нағыз керек кезінде мәдени майданға білек сыбанып, нар тәуекелмен шыққан азамат осы Өзбекәлі Жәнібеков. Өзбекәлі Жәнібековті білесіздер, бұл кісі 1931 жылы 28 тамылжыған тамызда мынау киелі Түркістан облысы соның отырар өңірінде жаңағы Сарығамыс ауылында дүниеге келген ғой. Бұл кісі енді біз бәріміз білеміз ғой. Мынау қазақы тәрбие көрген жігіттердің бәрі біледі. Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда түмен бап, отырарда 30 бап, баптардың бабы арыстан бап дейді. Міне сол арыстан баптың іргесінде дүниеге келген Өзбекәлі, енді соңына бірден секіретін болсақ, осы Өзбекәлінің ағамыздың асыл сүйегі сол арыстан баптың қорымында жатыр қазір. Міне арыстан баптың кесененің алғы бетінде, ал арқа тұсында анасының сүйегі жатыр. Мінекей соны біріміз білеміз, біріміз білмейміз. Мен өзі білгенім 19, білмегенім 99 дейтін қазақпын. Мен шын айтқанда Өзбекәлі ағамыздың асыл сүйегі сол жерде жатқан мен осы кітаптан білдім.
Соған ұялам өзім әлімге дейін. Сондықтан мына кітапты жастанып жатып оқыдық. Содан кейін осы Дәурен бауырым айттым. Бауырым, сен мынаны оқы. Содан кейін екеуміз ылғи аттың жалы, атамның қомында жүретін азаматпыз ғой. Бірақ арнап барып осы отырарды ел аузында ойшылдардың отаны отырар дейді. Шығыстың Аристотелі атанған әлемге әйгілі екінші ұстаз Әл-Фарабидің туған топырағы ғой ол. Қазақ тақыр жерге тары шықпайды дейді. Осындай танымал тұлғалардың туған топырағы. Мінекей сол 31 жылы дүниеге келген Өзбекәлі Жәнібек ағамыздың, біз енді бұның кітаптың бәріне тоқталмаймыз. Міне мен бірден ашығын айтайын, міне бетін қайырып қойдым да, міне осындай жерлерге тоқталамыз дедім. Қалғанын қазақы мақалды қалжыңға жеңдіріп айтатын болсақ, түйеге жантақ керек болса, мойнын созады. Індетіп, іздеп, құмартып, аңсап, оқырман өзі оқысын деп, оны көрермен мен оқырманның қалауына қалдырып отырмыз. Бұл кітап, мынау кітап қыздарға қорған табылды деген тақырыппен басталады. Тақырыбының өзі тартымды. Салған жерден қыздарға десе, елдің құлағы елең ете қалады ғой. Қыздарға қорған табылды. Бірақ бұл жерде үлкен саяси, ұлттық демографиялық маңызы бар бұл жердің. Өз кітап осылай басталады. Григорий Андреевич деп бастайды. Мынау қаулының жобасына неге қол қоймадың деп бірден оқиғадан басталады. Осының өзі оқырманды бірден тартады. Ол қандай қаулы? Сөйтсек, 1960 жылдары, нақтырақ айтсақ, 1964-65 жылдары, мынау қазақтың қарагөз қыздарын, бой жеткен қыздарын, мына тың игеру жылдары болды ғой. Мына Хрущев деген кәдімгі көкірегі көктіреп, кеудесіне нам піскен Хрущев кезінде мына Қазақстанның солтүстігіндегі 5 облысқа көзін тігіп, Қазақстанға қарамайды, тікелей орталық комитетке қарайды деп, тікелей Ресей СССР-ге қарайды деп, о баста бір оңаша отауға бөліп алғысы келген. Сол кезде тың және тыңайған жерлерді игеру дәуірі кезінде, осы кезде қазақтың қыздары, менің әлі есімде Наталья Геллер деген неміс механизатор болды. Одан кейін Кәмшат Дөненбаева деген оларға социалистік еңбек ері атағын беріп, бұның бәрі шындап келсе қолдан жасалған саясат екен ғой. Қыздан батыр жасау емес. Ол жерде қазақтың қыздарының бәрін жаңа темір тұлпар дейікші тракторға мінгізіп, сол жерде тың және тыңайған жерлерді игеруге қыздарды қазақша айтқанда кәдімгі ат арбаға жеккендей қылған ғой. Сонда осы жерден Өзбекәлі қарсы шығады. Өзбекәлі кім бұл кезде? Өзбекәлі Қазақстандағы баяғы ЛКСМ дейтін ек қой, СССР-де ВЛКСМ дейді. Всесоюзный Ленинский бүкіл одақтық Ленин комсомолы ғой қазақшасы. Бұл сонда Қазақстан комсомолдарының көшбасшысы болған. Қазақстан комсомолдарының көшбасшысы бұл 1961 жылы болған. Қазақстандағы комсомолдың хатшысы ғой бұл кісі. Ал енді бұлың сол кезде былай қарасаң, комсомолдың хатшысы деген бір арзымайтын лауазым екен ғой деп ойлауы мүмкін. Бірақ ол кездің бір қызығы кеңестік жүйеде мемлекетте қандай да бір қаулы, қарар қабылданатын болса, оған Қазақстан ЛКСМ-нің хатшысы келісім берсе ғана ол қаулы заңды күшіне енетін болған. Ал мына осы комсомолдың бас хатшысы Қазақстандағы Өзбекәлі Жәнібек қол қоймаса, ол қаулы қабылданбайды. Мінекей, осындай бір пәрмені болған. Оны айтайын дегеніміз енді, осы кезде қазақтың қыздары механизатор. Ал енді бұл жерде неге Өзбекәлі қарсы шығып отыр? Енді қараңыз. Айтады, Григорий жаңағы мына бүйтеді, түсінікті болу үшін мына осы бір кішкене ғана эпизодты айтып кетейік. Міне, қаулыға неге қол қоймадыңыз дейді. Сонда айтады, мен дейді, қол қоймаймын, Григорий Андреевич дейді, Өзбекәлі Жәнібек. Қыздың келешегін ойлау керек дейді. Солярка сасыған қызға қандай жігіт жолайды? Қарасаңшы, жеңер ақыға айтып отыр ғой. Трактор айдайтын адам табылмаса, жаңағы мыңдаған еркектер офисте, кеңседе қағазды кеміріп отыр. Трактор айдайтын адам керек болса, еркектерді жіберейін. Керісінше қыз келіншектер кеңсеге ауысса, ұқыптылық болады. Қазақтың құжаттары мен қағаздарын қандай ұстайды қыздар? Дейді қыздар. Ал бұл жердегі түпкі мақсаты Өзбекәлінің. Трактор айдаған адамның жалпы жағдайын білесіз ғой, бәріміз ауылда өстік. Ол тракторын қыста қатып жатады. Оны оталдыру үшін моторының астына май жағып, қара май болып, сасып, сөйтіп оған отырады. Ол мұздай темір. Ол мұздай темірге отырған қыздың, білесіздер,
денсаулығына зақым келеді, ертең бала көтермейді. Бала тәрбиесінен де кетіп қалады. Өте дұрыс айтасыз. Ол от басы ошақ қасында балаға тәрбие тәлім беретін, білімнің нәрін беретін, ұлттық қасиеттің бәрін беретін ана ғой. А ол аналықты тастап, анау далалық боп тракторге отырайын деп отыр. Айтайын деп отырмыз, міне, жаңағы енді мынандай болады. Бұл дау дейді 1965 жылдары Григорий Андреевич Мельниктің кабинетінде болып жатыр дейді. Ол 63-72 жылдар арасында орталық комитеттің хатшысы еді дейді. Дау былай басталған дейді. Республикалық Казсельхозтехника бірлестігі қыз-келіншектен егістіктерге дейді, трактор егістіктерде еңбек ететін трактор бригадалары құрылсын деген кесір ұсынысты өкіметке ұсынады. Сөйтті бұл қазақ ел бойынша, қазақ СССР бойынша бұл науқандық жағдайға ұласып кетеді. Мінекей. Міне осы кезде 34 жастағы комсомолдың хатшысы Өзбекәлі Жәнібек, мінекей, осылармен кәдімгі тістеседі ғой, кәдімгі ашық айқасқа шығады. Соны комсомолдың қырсық хатшысы дейді, карьерасын бәйгеге тігіп, не үшін өкіметпен тіресіп отыр дейді. Себебі ол қыз-келіншек бригадасы дегеннің астарында қазақ қыз-келіншегі деген солақай саясат жатқанын жақсы біледі дейді. Мұндай жұмысқа жегілгенде дейді, үлбіреген қазақ қызының нәзіктігінен 4-5 жылда түк те қалмайды дейді. Бұл жұмыстың ауырлығы, табиғаты қолайлы оңтүстік аймақта онша біліне қоймас дейді. Бірақ ауа райы қатал солтүстік өлкеде трактор айдаған әйелдер бала таппайтын бедеу болып қалатын дейді. Көрдіңіз бе бұл? Қазақтың қарасы көбеюіне қасақана балта шабу деген сөз ғой бұл. Ұлттық демографияға қарсы айла бұл негізі. Сонда бір қызығы дейді, міне осындай дейді, сондай болып қалатын дейді. Дәл осы уақытта орыстың қыз-келіншектері Алматыға пропискаға бірден тіркеліп, оп-оңай пәтер алып, астың асылын ішіп, тонның қамқасын киіп, сенбі-жексенбіде медеуде коньки теуіп жүретін дейді. Енді қараңыз, осы жерде Өзбекәлінің ең өтімді уәжі. Неге қол қоймайсың дейді. Қоясың деп мәжбүрлейді. Сонда Өзбекәлі жарайды, қояйын дейді. Бірақ бір шартым бар дейді. Мына диалогты қараңыз, сол кезде сіз әлі де түсінбей тұрсыз дейді. Мен трактор бригадасына қарсы емеспін. Бригада құрылсын, жұмысын жасай берсін. Бірақ бригаданы қыз-келіншектен жасақтауға үзілді кесілді қарсымын. Неге қарсысың? Олар барса не болады? Ештеңе болмай ма? Не қылады екен дейді анау. Сонда ендеше дейді, менің шартым дейді. Сіз өзіңіздің әйеліңізбен бойжеткен қызыңыз бар ғой сіздің дейді. Осы екеуін тракторшылардың курсына жіберіп, ертең егістің даласына айдаңыз содан кейін дейді. Егер сіз жіберсеңіз, мен құжатқа қол қоям дейді. Ал енді ол орыстың жаңағы лауазымды қызметте отырған хатшы өзінің әйелімен бой жетіп отырған қызын трактористікке жібере ме? Өлсін жібермейді. Міне осы кезде енді сөйтіп мінекей осылай ұтымды уәжбенен қазақтың қарагөз қыздарына, оның астарына үңілетін болсаң, ұлттың өсімін ойлаған өресі биік Өзбекәлі осылай ашық айқасты бастаған. Оқиға да кітапта осылай басталады. Енді кітаптен сәл былай шегін жасайық. Осы кезде естеріңізде бар ма? Бәріміз көрдік қой, бірақ режиссер кім екені есімде жоқ. Гауһартас деген фильм. Ол да қазақ киносының шедеврі. Ішінде ана тастан бастырылды қойшы болып ойнайтын. Әкесі бұрыннан келатқан атақты шопан, кеше кеңестік одақта 100 саулықтан 170 қозы алған, 150 қозы алған деп сөйтіп дауылдатып жататын еді ғой, сөйтіп шопандар слеті деген өтетін. Қойшылар сүйер. Сол кезде Досхан Жолжақсыновта рөлде ойнайды, сонда қасына қыздарды ертіп алып, шопандар бригадасы деген бар еді ғой. Жас шопандар бригадасы, комсомол жастар бригадасы құрылып жатыр. Ол жер орталықтандырылып жатыр. Орталық клубы бар, мәдениет үйі бар. Қандай ғажап өмір сүріп жатырмыз деп. Міне қазақтың қыздарын, жастарын. Ол кезде мынандай орталық комитеттің қаулысы болған ғой. Мектепті бітірген жастар бірден оқуға түспесін. Ауылдық жастар, атап айтайын, ауылдық жастар бірден оқуға түспесін. Мектепті бітіргеннен кейін ең кемі 1 жыл, 2 жыл елде жұмыс істесін. Не жұмыс? Не дала шаруашылығы, егін шаруашылығы, не мал шаруашылығы. Ал ана жаққа міне, мына жақта тракторшы қыздардың бригадасын құрайық дейді. Ана жерде қойшылардан, шопандардан комсомол жастар бригадасын құрайық дейді. Ал енді 17-18 жасында мектепті бітірген қыз ай даладағы атарға барса, алдына малды салса, ол жерде еркек шопандар бар, ауылдан жырақ,
көзден таса ана қыздың тағдыры тасталған болады ғой. Кезінде Мұқағали айтқан екен, қиынау қыздың ар мұңы, қиынау қиын, тым қиын, не болар екен тағдыры үйіріліп соқса бір құйын дейді. Ертең бір құйын оның тағдырына әсер етіп, тамырына балта шауып жібереді ғой. Мінекей, осылардың бәріне анау қыздардан комсомол жастар бригадасы қойшылар командасын құруды, және механизаторлар бригадасын, трактористер бригадасын құруға өзбек әлінің қарсы шығуы осында жатыр. Міне оқиғаны айтсақ, ар жағынан ойлап отыр ғой міне. Енді егер осы жермен не қылатын болсақ, бұл бір сұрақта осы саясат жүрген ғой негізі. Осы саясат Трактор айдаған ғой негізі. мен не деп отырмын, жаңа айттым ғой. Кәмшат Дөненбаева кәдімгі социалистік еңбек ері атағын алып, оларды жалаулатып кәдімгі бүкіл елге жарнама жасап, міне еңбек ері атанды. Қадырдың тілімен айтсақ. Әдейі ғой, әдейі. Бүкіл елге айтып жатыр да. Бұның ар жағы тіптен қызық, оның оқырман өз оқып алсын. Дұрыс па? Енді бұл біз өзбек әліні біз комсомолдың Қазақстан бойынша комсомолдың басшысы ретінде айтып отырмыз. Комсомолдың басшысы. Ал бертін келе негізі ол комсомолға бұл кісі негізі Келес аудандық комсомолын басқарып, мына біздің Сарыағаш келесіміз бар ғой, сол жерде басқарып, одан кейін Шымкентке Қазақстан комсомолы Шымкент облыстық комитетінің хатшысы болған бұл кісі. Сол кезде бәріміз жаңа мен сұрадым ғой, қайсың білесің деп. Мына Шымкенттегі қаланың кіндік төрі орталықтағы саябақ бар ғой. Саябақта облыстық оқушылар сарайы болған. Бар шығар қазірде. Сол оқушылар сарайының алдында тұрған Ғани Мұратбаевтың еңселі ескерткішін қойғызған осы Өзбекәлі Жәнібек ағамыз. Оны қойғызу оңай болмаған. Әуелгіде обкомның хатшысы орыс, ол кететті, оның орнына Ливенцов деген келеді. Ливенцов та Ғани Мұратбаев айналайын не бәрі 20-дан асқан шағында, жаза басып жаңылмасам 23-інде өмірден өтіп кетті. Ал 16 жасынан бастап қазақ жастарының білім алуына, көкірек көзін ашуына тікелей мұрындық болған. Бәріміз білеміз бұның мысалы. Ең бірінші жылға бола қосында қазір. Сонда қара, бұл 16-17 жасында ұлтқа ұран болып, қазақтың жастарын жетектеп алып барып Ташкентте оқытып жүр ғой. Қаншама қазақ жастарын Ташкентте оқытқан осы Ғани Мұратбаев. Ал енді сол Ғани Мұратбаевтың тәрбиелеген, білім берген, өз үйіне апарып, Ташкентте кәдімгі өзбектің саудагер қатындарын тонап, солардың малын емес нанын, аштық қой ол кезде, нанын тартып алып жеп жүрген қазақтың балдарын жиып алып, бәрінің жасырын бір вагонның ішіне тығылып жатқан жерінен жинап алып, солардың бәрін оқытқан міне осы Ғани Мұратбаев еді. Атқа аузы асқа жарымаған қазақтың балдары аштықтан қашып барған ғой мынеқа. Мысалы Құрманбек Жандарбеков, мынау Құрманбек Жандарбековтер, міне осылар Ташкентте, бәрін Ташкентте алып барып, оқуға түсіріп, оны Құрманбек Жандарбековті оқуға қабылдамай қойған кезде, мынаның білімі жетпейді деп, өзі үйіне апарып, оқытып, қайтадан емтихан тапсыртып, оқуға қабылдады. Сонда онаған аға болып жүр. Құрманбегің сол кезде бір 14-15-те, ал бұл 16, жасы бір арасы 17 жаста, кәмелетке енді толған Ғаниң. Ал енді айтайын дегеніміз, сол қаншама ұлтымызға үстін болатын, жұртымызға тұтқа болатын тұлғаларды, балаларды тұлға қылып шығарған осы Ғани еді. Сол Ғаниға ескерткіш қойғызам деп, айқасып кәдімгі атқарушы билікпен ақыр аяғында қойғызған. Сол ескерткішті қойған өз көзімен көріп, көз жасы көл болып, одан кейін Құрманбек те өмірден өтіп кеткен. Енді бұл кісі Өзбекәлі Жәнібеков 1977 жылы Қазақстанның мәдениет министрінің орынбасары болады, 77 жылы, 84 жылға дейін. Ал 1987 жылы Қазақстанның мәдениет министрі болды. Бірақ бұл лауазымда ол кісі бір-ақ жыл істеген. Бірақ осы кезде атқарған, былай қарасаңыз, 77-ден 88-ге дейін 11 жыл ғой. Өзі қолында басы бүтін билік болмаса да, мәдениет министрі ретінде қолынан келгенінше, шама шарқы жеткенінше, өзі айтса сөзі өтетін, атса оғы жететін, от ауызды, орақ тілді ауызы батыр азамат бұл. Кез келген жерде кәдімгі броньды тесіп өтетін оқ сияқты кісі болған ғой бұл кісі. Сөзін өткізетін, ал енді уәжіне тоқтататын. Енді қараңыз, бұл мәдениет дегеннен шығады. Ақыр келгеннен кейін бұл мәдениетке де әдемі кішкене сипаттама жасап кеткен. Бұл советтік система дейді.
әу бастан ұлттық мәдениетті дамытпау үшін құрылған еді дейді. Қазақстаннан бөлек алпауыт елдің бәрі ұлттық қордағы ақшаның басым бөлігін мәдениетті нығайтуға жұмсайды дейді. Осы тұста дейді, ел аузында көп тараған мына бір оқиғаны айтып кетейікші депті. Мен осыған ырза болдым. Қараңыздар, Ұлыбританияны білесіздер, корольдік. Соның премьер-министрі Уинстон Черчиллдің екінші дүниежүзілік соғыс кезінде айтқан мынадай бір сөзі бар екен. Халықтың арасында қанатты қағидаға айналып кеткен. Премьер-министрдің кабинетіне қаржы министрі кіріп, келесі жылдың бюджетіне қол қойып беріңіз дейді. Черчилл қараса, мәдениетке мардымсыз ақша бөлінген екен, аз. Неге мәдени саланың бюджеті аз деп сұрайды ол, қадалып. Сонда қаржы министрі айтыпты, себебі елде соғыс жүріп жатыр, бюджеттің көбі қорғанысқа кетті дейді. Біз не үшін соғысып жатырмыз, білесің бе депті сонда Черчилл. Мәдениет үшін соғысып жатырмыз. Мәдениеттің негізгі өзегі тіл, тарих, дәстүр, әдебиет, руханият, дін, өнер үшін қан майданда жан алысып, жан берісіп жатырмыз. Егер мәдениетке ақшаны аз бөлетін болсақ, онда соғысып не керегі бар депті. Мәдениеттің бүкіл құрылымы расымен де ұлттық мәдениетті қорғау үшін қызмет қылады. Сондықтан дамыған елдерде мәдениет саласын бейшара күйде ұстамайды. Үкімет құрамында мәдениет министрі қаржы министрінен кейінгі үшінші адам болып саналады. Енді Қазақстанға келейік, өзіміздің елімізге. Кітапта былай деп жазылады. Ал Қазақстанда дейді, керісінше, мәдениет министрлігі ең кедей мекеме. Кедейлігін содан біл, біресе ақпаратпен, біресе спортпен қосақталып жүреді дейді. Шынында да біз енді сөз басында айттық қой, өзім мемлекеттік ақпараттық саясатқа қызмет істедік. Ел билігінің саясатын насихаттадық, жасыратын жоқ. Ұлттық арнада да, Қазақстан ұлттық арнасында да. Бірақ, осы жерін қайтан айтсаңшы, осы жерін башы алып тастай саламыз. Кете береміз. Ал қосақталып жүреді. Енді бәріңіз білесіздер ғой, бізде мәдениет министрлігі. Біресе мәдениет және спорт министрлігі, мәдениет және ақпарат министрлігі, мәдениет және қоғамдық келісім министрлігі деп бір атқа екі ер саған сияқты үнемі бір министрлікпен қосақталып жүреді ылғи. Ал бұл мәдениет әрбір ұлттың мәйегі. Бізге оған бөлінетін қаржы мардымсыз деп кітапта жақсы айтылған. Мысалыға дейді, себебі ақпарат пен спортқа қаржы көп бөлінеді. Ал мәдениет сол министрліктің ішіндегі екі саладан үнемделген қалдық ақшаға әуфірімдеп әрең күн көреді. Мысалы, бізде хоккейшілер мен футболшылардың ең төменгі жалақысы 1,5 миллион болса, біздегі кітапханашы мен музейде, мұражайда істейтін қызметкердің ең төменгі айлығы 150 мыңға да жетпейді екен. Аладыпты қуалаған футболшыларыңа 1,5 миллион төлейді ең кемінде. Ал енді бұған қайтадан бұлай кері қарай шегін жасайық. Әуелі мәдениет, экономика, сосын деген тарауы бар. Бұл жерде де өте бір тартымды тақырып. Байқасаңыз бүйтеді. Біз енді Комсомолдан Торғайға секірейік, арқалыққа қарай аттанайық. Бұл Комсомолдың басшысы, мен сіздерге айтайын, 1970 жылы, мына 70 жылға дейін Комсомол басқарды бұл кісі. Бұны мәдени айдау дейді. Культурная ссылка деген сөз бар, мына биліктің биігінде. Бұны саяси айдауға салғандай қылып, жаңадан құрылған, содан кейін экономикасы әбден дағдарып, тұрмысы әбден тұралаған Торғай өңіріне торғайдай тоздырып жіберейін деп айдаған ғой өзбек әліне. Бұл енді Торғайға барғаны 1970 жылы. Енді қараңыз, 1973 жылы Торғай өлкесі миға сыймас экономикалық өрлеуді бастан кешті дейді. Қараңыз енді, бұл 70 жылы барып тұр. 73 жылы 3 жылдың ішінде Торғай түрленіп, түлеп шыға келеді ғой. Неге? Оны мына кітапта ары қарай оқисыздар. Енді қараңыздар. Кезінде дейді, мынан қараңыз, облыстың ашылғанына 3 жыл болды. Өзі 70 жылы ашылған Торғай. Оңаша отау, өз алдына облыс болып. Бұны бұрын дейді, орталығында 25 адамдық моншадан басқа дымы жоқ Арқалық қаласы дейді. Тура мағынасында цивилизацияның ошағына, өркениеттің бесігіне айналды дейді. Мұндай жетістік үлкен секіріс жобасын ойлап тапқан Қытайдың
тырнақшаның ішіндегі күн көсемі Мао Цзедунның түсіне де кірмеген. Оның 58-62 жылдардағы экономикалық секірісі кері кетіп дейді, Қытайлар миллиондап аштан қырылды. Ал Өзбек әлі мен Сахан Құсайынов осы облыстың бірінші хатшысы обкомның 3 жылда жаңа облысты миллионер өлкеге айналдырды дейді. Торғай сол заматтағы ең биік награда облыстың туына Ленин ордені тағылды дейді. Мұндай экономикалық жетістіктің құпиясы неде? Қызық енді. Ары қарай жетектейді оқиға. Жауабы қарапайым. Осы облыста идеология хатшысы болған Өзбекәлі әуелі қарын тойсын, мәдениетті сосын көтереміз деген тоғышар түсінікпен келіспеген, тіпті оны терістеген. Керісінше алдымен ішкі мәдениетті көтеруіміз керек. Ал экономикалық өрлеу түзелген мәдениеттің ырықсыз жемісі деген позицияға бекіген дейді. Енді арғалай қарайтын болсаңыз, бұл жерде шынында да тұрмысы тұралаған, үрерге иті, сығарға биті жоқ, ауылда қарапайым қоңыр тіршілік кешіп жатқан қазақтардың мәдениетін көтеру керек. Шын айтқан шашы өсіп кеткен, жеке басының күтімі жоққа тән, осылардың барлығына ауылдарға, аудандарға монша салдырады. Мәдениет үйлерін салғызады. Аудан орталықтарына мәдениет сарайларын салдырады. Енді бір ғажап оқысаңыз, бұрынды соңды болмаған Торғай облысының орталығы Арқалыққа қазақ драма театрын ашады ғой бұл кісі. Ал ол кезде бұндай облыстан, әлі кәдімгі тұрмысы тұралап тұрған облыстан қазақ драма театрын ашу деген ол көзсіз ерліктің бірі. Менің енді бұны шын айтқанда оқығаныма 6 айдан асып кетті. Сондықтан кейбір оқиғалары нақты числосын, кейбір даталарын сәл есімнен шығып, сосын қағазға қарап отырмын. Сол жылдары Талдықорған өз алдына облыс еді ғой. Талдықорған облысы еді. Кейін Алматы облысы болды. Кәдімгі ит тартқан терідей қылып, бір Алматының өзін жік-жікке бөліп тастадық қой енді. Иә, орталық Талдықорған жер жәннаты Жетісудың кіндік төрі еді ол. Сол жерден театр ашылу керек екен. Құрылысы басталған, бірақ салғырт еңбек сақалды құрылысқа айналдырады. Уақытылы бітпейді театры. Міне осы кезде жаңағы Мәскеуде осы жерде бір труппа оқып жатады. Труппада мен қателеспесем 12-15-ке жуық қазақ жастар арнайы оқып дайындалып жатқан, оны Талдықорғаннан ашылатын театрға жіберетін болып жатқан. Соның кейін осы жерде бұл осы хабарды естиді. Ойбай, Талдықорғандағы театр ашылмайтын болды. Мәскеудегі оқып жатқан балалардан обал болды. Оны қаяққа жібереміз енді. Бұл әңгімені құлағы шалып, не әңгіме? Осындай театр ашылмайтын болды. Құрылысы кешігіп кетті. Сақалды құрылысқа айналды. Болды дейді. Ол труппаны дейді, маған беріңіздер дейді. Сенде театр жоқ қой дейді. Жоқ, бірақ болады, салдырам дейді. Қысқа мерзімде, рекордтық қысқа мерзімде ол Торғайдың орталығы Арқалықтан театр салғызады ғой. Оны салғызғанда да көлденең көк аттыға емес, Мәскеуден кәдімгі СССР-ның кезінде мен деген ол театрдың құрылысы, оның сахнасы, көрермендер залы, басқасы, оның акустикасы бар, оның декорациясы бар. Осының бәрін Өзбекәлі өзі басы қасында жүріп, Құдайдың құтты күні ала таңнан ат басын бұрып, азанда бір тексеріп, кешке келіп бір тексеріп, басы қасында болған. Сөйтіп, рекордтық мерзімде құрылысты аяқтап, өзі Мәскеуге барып, сонда оқып жатқан қазақ жастарынан құрылған труппаны түгелдей алып келеді. Оларға айтады, келіңдер дейді. Ешқайсың далада қалмайсыңдар дейді. Барасыңдар, бастарыңа баспана берем. Жағдайларыңды жасайым дейді ғой. Сөйтіп алып барады. Мен бұл жердегі адамдардың аты жөнін бәрін парақтап отырып еске түсірмей-ақ қояйын, оны оқырманның өзі қызығы болсын кім екен деп. Соның ішінде енді бір қызығы, бұл жер жасыратыны жоқ. Солтүстіктегі қиыр облыс қой бұл. Құладала кәдімгі. Сонда орыстанған орталықтың бірі еді ғой бұл. Мысалы, шет жақта ғой енді. Соның кейін өркениеттен жұрдай деп айтылады енді ол, мысалы. Бірақ сол кезде соның бәрін түлеткен, Торғайдың жерін гүл еткен осы Өзбекәлі ағамыз. Сөйтіп апарып театр ашады. Ол жерде қаншама қазақтың сан ғасырлық тарихынан сыр жететін ұлттық өнеріміз, әдебиетіміз бен мәдениетіміздің мәйегі болатын туындылар сахнаға қойғызады. Ол өз алдына бір ғажабы, қарасаңызшы, ол өңірде Өзбекәлі басшы болып барғанға дейін проводы русский зимы деген орыс қысын шығарып салуда. Баяғыда армияға баратын болса провод жасайтын еді ғой. Сол сияқты проводы деп жасайды екен да, думандатып тойлайды екен.
кәдімгі асышып, аяқ босатып, кәдімгі қызарап өтіп өткізетін шара екен бұл. Көктемге қарай да. Бұны көктемде қой енді. Ол жақтың арқада 6 ай қыс дейміз ғой. Арқаның 6 ай қысы деп. Сол кезде бұлардың қысы наурызда қой енді, қоштасуы. Енді қараңыз, Өзбек әлі барады да, қазақтың, біз шығыстың жаңа жылы дейміз ғой. Ұлыстың ұлы күні, шығыстың жаңа жылы қай мейрам? Наурыз мейрамы. Иә, күн мен түн теңелетін, ел шаттыққа бөленетін, қызыққа кенелетін ең бір әдемі кез әз наурыз. Бұл кісі баратта 21 наурыз күнге, 21 наурыз күні бәрін программаны дайындайды. Атауы «Проводы русской зимы». Осы кәдімгі халықтық, жалпы бұқаралық сипатта өтеді ғой. Осы халықтық мейрамға қатысыңыздар деп, елдің бәрін жинап, жарнама жасағанымен, бұл анау театрдағы кәдімгі сен тұр, мен атайын әртістер бар ғой. Солар дайындайды, оқып келген. Солардың ішінде қазір ат жөнін есіме түспей тұр. Мінезі тарпаңдау біреуі бар. Кәдімгі нағыз ұлтшыл, кәдімгі қаны, жаны қазақ бір азамат бар екен. Сен шығасың, сен кәдімгі төс тоқпақтай, қақпақтай қазақтың жігітсің. Сен ертең шығасың, мына жерден дейді, саған дейді жаңа, ана жерге, деп жаңағы есекке мініп шығасың дейді. Сосын кейін айтады, кіммен келекен мазақ қып тұрған? Есекке мініп не істейді екем? Сөйтсе бұған айтады ғой, сен тасша бала болып келесің дейді. Сөйтсе жаңағы бармаймын мен дейді. Мен орыстан басқа жерде қыс жоқ па екен? Неге мен орыстың қысын шығарып салуым керек дейді ғой жаңағы әртіс, театрдың әртісі. Өзбек әлінің өзі келеді. Өзбек әлінің өзі келіп, сен айналайын қай жақтың жігітсің дейді, Семейдің дейді. Сен шығыстың жігіті болсаң дейді, шығыс халықтарының иісі қазақтың мереке мейрамдарын білуің керек қой дейді. Мен бәрібір не десеңіз де, мен орыстың мейрамын тойлауға қатыспаймын дейді. Сонда сен тоқтасай дейді. Бүгін қай күн дейді, 21 дейді. Ертеңше дейді, 22 наурыз ғой дейді. 22 наурыз қазақтың мейрамы ғой, шығыс халықтарының жаңа жылы. Әз наурыз дейді. Сен біле білсең дейді, мен орыстың зимасын тойлатып атқан жоқпын. Мен қазақтың әз наурызын қайта жаңғыртып жатырмын дейді. Ертең көресің дейді, Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесін жасатқан Өзбек әлі. Сөйтіп бүкіл халықты алдында мысал үшін деп айтайын, Қарақасқа атты қан бар келе жатыр. Кәдімгі Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай келе жатыр жасақтарымен. Одан кейін күймені, Қыз Жібектің күймесін тіктіріп қойған. Қыздар оны ән айтып келе жатыр. Мына жағында кәдімгі баяғы батырлар, одан кейін небір ертегіде кейіпкерлер, Қожа Насыр, Алдар Көсе, міне соған мына есекке мініп шығасың дегені сол. Жаңағы Алдар Көсе болып шығасың, Қожа Насыр болып шығасың. Қазақтың ертегілеріндегі кейіпкерлер, міне соларды сомдап шығасыңдар. Қазақтың халық әндері айтылады, дәстүрлі әндер шырқалады. Сөйтіп, сонау солтүстіктегі қалың қазақтың рухани санасын оятып, рухын көтеріп, бәрі наурыз қалып шығады ғой. Ал елдің бәрі русская зимамен қоштасу деп ойлап жүр. Сол кездегі облыстағы орыс басшыларың мәресәре қағанаққа, сағанағы сарп болып, қызарап өртіп жүргенде, қазақтарың бұл жерде өзінің әз наурын қызықтап жатады ғой. Бірақ Қазақстан бойынша тойланбайды өзі наурыз. Ол кезде бұл айтып отырмын ғой, бұл 70-ші жылы барды. Бұлардың бәрі содан кейін болып жатқан оқиға. Ал қазақтың наурызын 1989 жылы Өзбекәлі Жәнібеков, бұл 89 жылы бұл мәдениет министрінен уже кетіп қалған 88 жылы. Бірақ биліктен кетсе де әлі сөзі өтеді, ықпалы бар. Сонда 89 жыл өткен наурыздың бүкіл сценарийін жазып, Қазақстанда қайта жаңғыртқан тұлға осы Өзбекәлі Жәнібек. Тағы да Өзбекәлі. Өзбекәлі Жәнібек. Ол кезде қай жақта болған? Наурыз 89 жылы. 89 жыл болды, Алматыдан бастап алды ғой. Сөйтіп республика көлемінде атылды. Тек қана бізде емес, бұл тіпті мына Түркменстанда, Тәжікстанда, бұлар ары қарай парсы ғой тәжіктердің жақын-жақ. Сол шығыс елдерінің мейрамы ғой. Сол елдерде де үкіметтің қаулысымен шектеу қойылып тасталған. Әсіресе наурызды айрықша атап өтетін халықтың бірі әзербайжандар. Әзербайжандар шектеу қойылып тасталған. Мынаны дейді, әзаға дейді, мынадай кеңестік империяның, Қызыл империяның қылышынан қан тамып тұрғанда сіз қалай әз наурызды жаңғыртып жатсыз дейді. Оның жолдары қандай өткізу жолдары деп сценарийін, оны орталық комитетке жаңағы өтініш жазып, арыз жолдап, сөйтіп барып оны бекітіп алу керек қой. Соны қалай бекітудің 40 мен 80 сырын Өзбекәлі әзербайжандарға айтып беріп, сол әзербайжандардың да наурызды қайтадан жаңғыртқан. Бірінші бастаған
соның ұйытқысы болып ұлтқа ұстын осы өзбек әлі тұр. Торғайға Солардың барған басында. кездегі Шәмші Қалдаяқовқа жасаған айтыңызшы. Ай, бәрекелді. Сол Торғай дегеннен шығады. Иә. Қазір Торғайға барар, дұрыс, Торғайға барар. Торғайда жүрміз ғой. Жүрміз ғой. Иә. Торғайдамыз ғой. Енді сол Торғайда бұл өзбек ағаның біріміз білеміз, біріміз білмейміз. Мысалы, біз оңтүстіктің тумасымыз. Бізде анау Әзіреті Қаратау әулиенің кенеді деп жазулы тұрған Созақ ауданы бар. Біз Теріскей дейміз оны. Қаратаудың Теріскей. Енді сол жерде Теріскей деген ән бар ғой, білесіздер. Теріскей айналайын келбетіңнен, сен бізге ақ бесіксің тербетілген деген. Авторы Шәмші Қалдаяқов. Енді өзбек әлі қазақтың рухын өзінің айтып отырмын ғой, әнімен, халық әндерімен, салт санасымен, дәстүрімен, одан кейін біз әлі тоқталамыз. Немесе оқырманның өзі оқып алсын. Барған жерінің барлығында бұл кісі тарихи жәдігерлер жинап жүретін кісі болған. Айдаладағы бір қойшының үйіне барып, жағдайы қалай? Сол кездегі қойшылардың барлығына бастарына баспана салып берген. Қойшыларға білесіңдер ме? Бір кезде жаңағы передвижная баня деген болады. Көшпелі монша. Соны ұйымдастырып, алыстағы атарларға кәдімгі автокөлікпен монша баратын болған. Көрдіңіз бе? Олардың бас ауыр балтыры сыздамасын деп медициналық кәдімгі көліктерді жіберетін болған. Міне олардың бәрін шоғырландырып, орталық жаңағы мәдениет сарайын салдырып, оларға соң дала қосындары дейтін еді ғой, полевой стан. Дала қосындарына әншілерді апарып, күйшілерді апарып, жыршыларды апарып, көрдің бе? Соның барлығына концерт қоятын болған. Кино көрсеткен. Одан қала беріп бір қойшының үйіне кіріп, сәлем беріп, дәм ауыз тиіп кетейін дейді, ойбай айран ішіңіз деп ағарған. Сөйтіп жаңа нан ауыз тиіп, шығып жатып қараса, кіріп келе жатқанда байқап қалған екен. Есіктің алдында бір астау жатыр екен. Сөйтеді айтады ғой, шығып бара жатып. Ойбай ат терлетіп, ойбай білдей бізге обкомның хатшысы келіп отыр ма? Ат терлетіп арнайы кепсіз. Енді бұйымдай дейді ғой, бір қолқаңыз бар ма дейді. Енді қонақта қалау болады ғой. Бұйымтайым, мына есігіңіздің алдында жатқан астауды берсеңіз дейді. Керек пе дейді. Ол итке тамақ беріп жүрген ит аяқ қой дейді ғой. Сөйтсе ол анау кәдімгі қазақша айтқанда мал таниды дейміз ғой. Ол зат танитын кісі ғой. Анау сөйтсе тегін емес. Мынау тегін астау емес деп. Сөйтсе ол осыдан бірнеше жүздеген жылдар бұрын, бірнеше жылдар бұрын ол бұрыннан келе жатқан, ата бабасынан қалған астау екен да. Баяғы анау Итке тамақ береді. Абылайдың асы, Сағынайдың асы дегенде аттың үстінде астаумен тамақ тарататын еді ғой, ет тартатын еді ғой қонақтың алдына. Сондай астау екен ол. Соны алып қарасайш, өзі обкомның хатшысы, соны алып жуып апарып облыстық музейге қояды. Бұның жаңағы театр ашты деп отырмын ғой. Театрың ол бері жағы, бұл үлкен тарихи өлкетану мұражайын ашады ғой. Сөйтіп біз өзіміздің тарихымызды танып білмесек, еліміздің ертеңі не болады? Мына жас ұрпақтың келешегі кемел болмайды ғой деп жүрген жерінің бәрінде. Міне Дәуренжан, анау тұрған қожынымыз бар. Қасында қамшы тұр. Аттың ер тұрманы, оның айыл әбзелдері тұр. Анау кілемде де қамшылығы тұр. Көрдіңіз бе? Сол сияқты қазақтың небір жәдігерлерін, сол мұрағаттарын мұражайға жинап жүрген ғой, жүрген жерінің бәрінде. Ал енді Осы жер мақсаған екен өзбек елдер. Мен радионы көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Сөйтеді сол өзбек айтады. Жалпы ән, осы отырған міне, бәтән өзіңде, міне Болатжан, өзіңде күміс көмей жез таңдай әншісіңдер ғой. Сол ән адамның рухын көтереді. Ал енді мына өзбек әлі ағамыз өзінің бар қажыр қайратын, қарым қабілетін, қадір қасиетін салып жүріп, өзі мәдени революция жасады Торғай өңірінде. Ал енді адамның арқасын қоздыратын қасиетті өнердің біріне ол ән ғой. Мәселен, еліміздің ән ұраны шырқалса, төбе құйқам шымырлап, менің арқам қозады. Қосылып айтып тұрамыз қолымызды, жүрек тұсымызға қойып тұрып, сол сияқты міне. Сол ән ұранның авторы Шәмші Қалдаяқов. Білесіз, Мұхтар Шахановпенен мықты әріптестік одақтас болған бұл кісілер. Міне қараңыз, бізде тура міне Шәмші менен Мұхтарды енді осы өлкенің дейді, бір өлмейтін әні болу керек қой. Ел аузынан тастамай айтып жүретін Торғайдың, арқалықтың бір әдемі әні болсын деп, әдейі арнап Өзбекәлі Жәнібеков Мұхтар менен Шахановпен Шәмші Қалдаяқовты арқалыққа алдырады. Ол кітапта арқалықтың ақ таңы деп аталады. Осы жерде орай келгенде айта кетейік, Шәмші Қалдаяқовтың мына қазақтың
kәдімгі құйқалы жері, жұмаққа бергісіз, табиғаты тамаша, елі, жері керемет жерлердің бәріне тарихи өлкелеріне өлең шығарып, ән жазып кеткен ғой. Мысалы, мына Мерке туралы әні бар. Біздің мына Қарт Қаратаудың біз күнгейінде болсақ, теріскейінде Созақ дейтін ауданымыз бар. Сонда Теріскей деген әні бар ғой, бәріміз білетін. Теріскей айналайын, келбетіңнен, сен бізге ақ берсіксің тербетілген деген. Ал енді мысалы Тамды аруы деген бар. Мына Мыңбұлақ деп келетін жерлерінің бәрін әнге қосып, оны жазған. Одан кейін мына Арыс жағасында бар. Мына Ақсу жөнінде жазғаны бар. Одан кейін мына Ақкелес деп Келес туралы жазғаны бар. Осының бәрі әдемі ән арқылы қазақтың жерін, елін көтеру, елдің рухын көтеру ғой мақсат. Сондықтан арқалыққа алдырады. 1971 жылы Торғай әуендері деген фестиваль өткізеді. Өзі 70 жыл барып тұр. Келесі жылы Торғай әуендері деген фестивальді республика бойынша міне Өзбекәлі ағамыз сол Торғай өңірінде өткізіп жатыр. Соған арнайы Шәмші Қалдаяқ пен Мұхтар Шахановты алдырады. Сөйтті бұл Өзбекәлінің дейді, комсомол кезінен бері қолданып келе жатқан мықты мәдени қаруы еді дейді. Ол ұлы композитордың жанына мықты ақынды қосып, Қазақстанның жаңа біз айтқан өңірлеріне арнайы ән жаздыртатын дейді. Басында бұлар үшеу еді. Төлеген Айберген дүние салғасын, Мұхтар екеуі ғана қалды дейді. Арғарай мені оқымай-ақ қояйын. Шәмшіні арқалыққа алдырады. Сөйтеді Шәмшіге айтады: "Ей Шәмші, кезек Торғайға келді" дейді. "Не үшін келгеніңді өзіңде сезіп отырған шығарсың" дейді. "Осы бастан ыңылдап, әдемі әуенді көкірегіңе жинай бер" дейді. "Осы Торғайдың жеріне, арқалықтың төріне арнап әдемі ән жазасың" дейді. "Бұл өлмейтін өнер туындысы болсын" дейді. Осы оқиғаның куәгері дейді, Раиса Райымбекқызы мынандай естелік айтады дейді. "Мен өз ағам кабинетіне шақырып, кірсем қарсы алдында тақия киген Шәмші отыр екен" дейді. "Екеуінің әңгімесінен ұққаным, Торғай жайлы ән шығарып бересің" дейді. Қысқасы былай ғой, Раиса Райымбекқызына тапсырады. "Бұған пәтер дайында" дейді. "Жағдайын жаса" дейді. "Ау, керек жарақ бар. мұздатқышы, қоржыны тоқ болсын, холодильнигі тола болсын, жағдайын жаса", есікті тарс сыртынан жауып кет дейді. Қазақша айтқанда қамап қойған ғой. "Осы жерде Мұхтар екеуің, сен өлең жазасың, сен соған ән шығарасың" дейді. "Әпкеме жездем сай боп, ән мен өлеңі екеуі қыздың қос бұрымындай өріліп тұратын болсын, сөзі төгіліп тұратын болсын" әуені деп. Сөйтіп екеуіне тапсырады. Одан бірінші Торғай үшін еш уайымдамаңыз дейді. Өзбекәлі ағаға айтқаны ғой Шәмшінің: "Құп Басеке, сіздің дегеніңіз бізге заң, еш уайымдамаңыз. Құдай шабыттан айырмаса, Торғай үшін ғажайып ән туады" депті ғой. Шында айтса да айтқандай, осы жерде қазір айтайын ба, 2 апта толғатып бір әнді дүниеге әкелді дейді ғой. Ал бұның ішінде өз қызығы бар, өзі оны. Бұның арасында біз әдейі айтпай отырған қызықтар бар. Оны оқырман өзі оқып алсын деп отырмыз. Сол дейді, сол ән расымен де шедевр еді дейді. Өзбекәлінің еңбегі еш кеткен жоқ дейді. Әліге дейін Торғай жұрты арқалықтың ақ таңын гимн деңгейінде шырқайды дейді. Ендеше айналайын ағайын-ау, біздің ұшқан құстың қанаты талып, шапқан тұлпардың тұяғы кетілетін қазақтың баябан, байтақ даласының бір пұшпағы Торғайдың даласы ғой. Ендеше ол солтүстікте, мынау оңтүстіктің жігіттері осы мынау Өзбекәлі ағамыздың өр рухына, мынау Шәмші ағамыздың әруағын бір аунатып көрсеткен құрметіміз болсын. Сол арқалықтың ақтаңын әдемілеп бір айтайық шырқап. Вот міне, вот соны айту үшін арнайы Бақытжан ініңіз келіп тұр. Ай, бәрекелді. Алла берді міне. Саусақты егіп рекең сүйемелдеуге дайын тұр гитарамен. Құдай қаласа. Мен сол елге құрметіміз болсын деп отырмын. Елге құрметіміз болсын. Жатырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын, шәудірек от жанарым, еліктен көп қадалдым. Қара көзіңнен мөлдір торғай
болып ендің бір тағдырым сен менің сүйіктімсің шынардай ақтымсың тек қана ұлт мүддесі сүюден биік тұрсаң қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім сен дала болып ендің бір тағдырыма қара көзіңнен мөлдір торғай тауларын көрдім сен тау болып ендің бір тағдырыма сен тау болып ендің бір тағдырыма сен тау болып ендің бір тағдырыма Бәрекелді. Шынында да ақылдың кені абай айтады ғой, әннің де естісі бар, есері бар. Тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар дейді. Көрдіңіз бе, сол өлкедегі халықтың, өңірдегі тұрғындардың көңілін, күйін көтеру арқылы рухын биіктеткен. Айналып келгенде ұлттың мүддесі. Мәтінде де тұр ғой, ұлт мүддесі деген сөз. Байқадыңыздар ма? Мінекей осыны арнайы аттай қалап алдырып жаздырған өз ағам еді. Енді ән дегеннен кейін ән мен күй, би бәрі қатар аталатын ұлы ұғымдар ғой енді. Осы биге келгенде бір ауыз ғана айтып кетейік. Бұны негізі Санжар Керімбайдың өзі Қазақстанның барлық өңірінде оқырмандармен кездесу өткізіп, сол баяғыда оқырмандар конференциясы деген болатын, диспут деп аталатын, талқылайтын кітаптар. Ол қазір жоқ қой. Міне осы игі дәстүрді қайта жаңғыртып жүрген Санжар, осы мынау Болгариядағы жағдай, осы жөнінде өзі майын тамызып айтқан. Бірақ енді оны тыңдамағаны бар. Бір ауыз енді би туралы да айта кетейік. 1968 жылы бұл бөлім Болгариядағы бүлік деп аталады. Болгариядағы бүлік. 68 жылы Болгарияның астанасы Софияда жастар мен студенттердің дүниежүзілік 9-шы фестиваль өтеді. Бұл фестивальге СССР-де қатысатын болады. Сонда Мәскеудегі арнайы комиссия 15 республикадан, о кезде одақтас 15 республика едік қой, ең талантты өнерпаздары да конкурстан іріктеп, сұрыптап аламыз дейді ғой. Сонда қараңызшы, жаңа өз ағам комсомолдың басшысы. Сол кезде айтады ғой, қазақ СССР-нан дейді, ешкім ұсынылмай қапты. Ал бұны естіген кезде шабына шоқ түскендей шамданған өз ағамыз айтады, Қазақстаннан неге қатыспайды? Дегеннен кейін бұның ығына жығылып, орыс басшылары айтыпты. Мына қазақтың өзі жаңағы одна палка, два струна дейді ғой. Кәдімгі қу таяқ, екі шек. Сол домбыра мына батыстың халқына, Еуропаның елдеріне экзотика ғой, бір таңсық көрінеді. Көрмегенге көсеу таң дейді. Бір домбырашы аласасаңдаршы деген ғой. Былай қарасаң кәдімгі издевательство ғой, кәдімгі. Содан кейін Өзбекәлі кеудесін еш кісіге бастырмайтын Өзбекәлі менің кімді ұсынатынымда сенің жұмысың болмасын дейді. Қажет деп тапсам биші де жіберем дейді ғой. Ойбай қарағым ау, сенің қазағыңа бишілік өнер қашаннан қол ет деген ой ар жағында тұр ғой орыста. Намысқа басып отыр ғой. Намысын нанға сатпайтын өз ағам, қаласам мен қазақтан биші де жіберем дейді. Ал ол кезде қазақта кәдімгі биші саусақпен санарлық қой. Сонда енді қараңыз енді. Сөйтеді да бұл қазақтар өркениет көрмеген, мәдениеттен жұрдай, өнер дегенді ұқпайды, ұшы қиыры жоқ далада жөн жосқысыз көшіп жүре берген, бұларды адам қылған орыс деген сарындағы мәдениетсіз әңгімені көрінген жерде айта беретін еді дейді. Ол кезде дейді ұлттық бидің жоқтығы қазақтарды кемсітуге таптырмас сылтау болатын дейді. Міне осы жерде нағыз намысқа басып өз ағаң
әнші осы биші жібереді ғой. Өзбекәлі өзінің бар беделін салып жүріп дейді, бишілерді іріктейтін комиссияны дейді Алматыға алдырды дейді. Сөйтіп енді қараңыз, ол сыннан өткен биші келесіде Мәскеудегі барып комиссиядан өтеді. Одақтас 15 республиканың ішінен іріктеледі. Соған атыраулық 20 жасар биші Гүлжан Талпақованы осы мынау іріктеуден алып барады, Мәскеуге барады. Мәскеу мен Ленинградтағы опера және балет театрының танымал тарландары құралған комиссия, оның жетекшісі дейді, Москвадағы Большой театр бар ғой, кәдімгі, соның жетекшісі атақты биші Йосиф Туманов деген комиссияның төрағасы болады. Осылардың арасында мына қазақтың кәдімгі қасы көзі қиылған, тал шыбықтай ырғалған тамаша қызы Гүлжан Талпақова топ жарып бәрінен іріктеліп озып шығады ғой. Сөйтеді қазақтың қызы СССР-дің атынан барайын деп отыр ол. Одақтың атынан қазақтан шыққан сөйтіп барып, оның ар жағындағы оқиға енді қараңыз, тіптен қызық. Болгарияда. Бұны арнайы дайындап, бұның киім тіктіргені, ауылдан келген, Атыраудан келген, олқы киімдер, олпы солпы, кәдімгі ойдан қырдан құрап, ойбай киімдерін дегеннен кейін, ойбай анау комсомолдың бас хатшысының өзі қазір тексереді дегеннен кейін, анау театрдың әдемісін, мынау театрдың ең бір өңді киімін үстіне кигізіп алып барып, сөйтіп меғанда мынау не дейді ғой, айналайын, бұл қазақ бүкіл кеңестер одағының атынан барып, қазақтың атын шығарайын деп отыр әлемге әйгілеп. Тапсырма береді, орталық комитеттің қоймасынан кәдімгі құнды жағалы, қымбат бағалы небір маталарды алдырып, оны тіктіріп сендерге 3 күн уақыт берем дейді, мұрсат беремін. 3 күннің ішінде мына қызды қуыршақтай қып дейді, ойнақтаған құлыншақтай қып алып келесіңдер алдыма деп, оны арғарай айтпаймыз, алып келеді, сөйтіп оны апарып Болгарияға дайындайды, ол жағар. Бұның дейді үстіне, ол постоянно бишінің киіммен жүрмейді ғой, өне бой. Бұған дейді, бұлай жолда киетін, анау кәдімгі бос уақыттарда киінетініне шейін бәрі, енді оның косметикасына дейін, не бір шетелдік, анау әрлейтін, не бір косметикасына шейін, парфюмесіне шейін бәрін алдыртады ғой, қарасаңшы не деген. Жоқты бар қылады, барды нар қылады бұл кісі. Сөйтіп апарып, бұл қызымыз біздің бар Болгарияда бүкіл әлемді аузына қаратып, аузын күншығысқа қаратып, күміс медаль алады. Дүниежүзілік фестивальден. Ол негізі одан да зорын алатын еді. Осы ортада бір оқыс. Ол кәдімгі қазақтың ұлттық биін билейді. Шығыс халықтарының биі ғой. Ол жерде, мына жерде қазір мен айтып қойсам қызық болмайды. Бұл жерде аппаратта оған кәдімгі оркестрмен билеу керек еді. Оркестр жоқ екен, сен енді өзбектің дутарына билейсің дейді ғой. Өзбектің дутарына мына қыз айтады, хорошо что дейді, мен бұрын сондай шығыс халықтарының биін дейді, енді дутармен билейсің дейді. Әйтпесе оркестрмен орындалу керек, сахнада оркестр болмайды, сондықтан дутарға билейсің дейді. Ал бұның тәжірибесінде бар екен, мен бұрын дутармен билеп машықтанғам дейді. Басынан өткен тәжірибемде бар, билеймін дейді. Ал енді тура билейтін күні түнде, бұған түнгі сағат 12-де біреу келеді да, ЦК ВЛКСМ, орталық комитет, жаңағы Ленин комсомолының орталық комитетінен келеді да, сен билемейтін болдың дейді ғой. Әуре болмаққа Талпақ кім? Мен. Гүлжан ба? Сен ертең билемейтін болдың, әуре болма. Мұнаның кәдімгі біреу басынан мұздай су құйып жібергенде қалшиып қататта қалады. Мен қанша күннен бері қанша бұны дайындады ғой кәдімгі. Аламанның алды болады, асыл тұқымды арғымақ сияқты деп бұны баптады ғой әбден. Өзбек әлінің өзі бас көз болып тұрып, не бір сұңғыла кәсіби мамандарға дайындатты ғой. Мұна өзі сес, жаңа не қылады, төбесіне мұздай су құйғанда қалшиып қататта қалады. Сонда айтады, не бұл билемейсің дейді. Басқа біреу болатын болса, ии жұмсақ, көнбіс біреу болатын болса, дейді да қалатын еді ғой. Бұл ботадай боздап қалдым дейді. Сол кезде қасымда жатқан бір қыз бар еді дейді. Молдавиядан келген. Молдавия ол кезде одақтас 15 республиканың біреуі ғой. Молдавияға келеді айтады. Не айтып осындай болды. Естіп тұр ғой бәрінің. Давай дейді, сендердің осылардың бәрін ұйымдастырып ұйытқы болып отырған кім дейді? Комсомолдың басшысы дейді. Қай жерде, қай нөмірде? Кеттік дейді. Ол қарсы беттегі қонақ үйде дейді, Өзбекәлі Жәнібекте. Комсомолдың басшысы дейді. Жүр қазір барамыз дейді. Сол кейбір аяғымдана бишінің етігі дейді. Сол бишінің етігімен желбеге кәдімгі, былайша айтқанда, кешке жатар орындағы киіммен тартық дейді ғой, кәдімгі желбеге жамылып сырт киімін. Сөйтіп алып барған дедектеп кіріп, оны охрана кіргізбей қойған күзетшілер. Біз шұғыл шаруаменен өте маңызды мәселе. Қазір жібермесеңдер үлкен дауға қаласыңдар. Ашты бана қасындағы қыз. Охранадан алып өтіп Өзбекәліге алып келді, түнгі сағат 12 жарым. Айтады, тұрыңыз дейді, уже сағаттың тілі бірге таяған.
мінекей өз ағаң айтады ғой, жағдай мынандай дейді. Осындай сен билемейтін болдың деп. Мына қыз ебіл-дебілі шығып жылап тұр. Көзі көнектей болып ісіп кеткен жылап. Сонымен бірақ та қазір дейді та бұл бүкіл ЛКС, ЦК ВЛКСМнің басшысына барады. Ол да сол қонақ үй жатыр ғой. Барады да бұл не бұл басыну. Егер дейді мына қыз ертең билемейтін болса дейді, мына жерде бүкіл Европаның, бүкіл кеңестер одағын қоя бер, бүкіл Европаның басқа шет мемлекеттердің барлық баспасөз құралдарының өкілдері жүр ғой. СМИ, бұқаралық ақпарат құралдары. Мен конференция өткізген, баспасөз конференциясын сөйтемін да, міне бұл СССР-дағы аз ұлттарға, өзге ұлттарға қысым жасап, бұлар шовинистік пиғылмен бізді әдейі сахнаға шығармай отыр деп дүние жүзінде сен масқара қыламын дейді ғой. Жаңағым айтты ғой, зәресі зәр түбіне кетеді да, болды дейді. Смел қайта бер дейді. Болды, ертең шығасың дейді. Ертесіне барады. Бұның датабы түнімен жылап шыққан қызды көріп отыр ғой өз ағам. Азанда қараса, ол біздің ойымыз түгіл түсімізге кірмеген, өмір әшейін суретінде көрмеген сүліктей қара машина келді дейді ғой кәдімгі. Лимузин ғой біздіңше, қазіргі тілмен еді. Лимузин келіп, водитель есікті ашып, құрметпен отырғызғанда қанатым қалықтап, шабытым шарықтап бардым да аттың басын жіберген ғой біздің бишіміз. Әлем тұлып. Сонда дейді, менің тек мимикам ғана дейді, түнімен жылағам дейді. Содан кішкене көзімнің ісігені бар. Осы мимикамды шынайы бере алмадым, әйтпесе алтынды алатын едім дейді. Бүкіл доданы жаратты, екінші шыққандар, одан кейінгі шыққан кездерінде вообще бет қаратпайды ғой. Сөйтеді да алдына қара салмай, жаңағы күміс медальды алады ғой бұл. Оның суреттерін бүкіл дүниедегі газет журналдардың бәрі басып, қазақ қызы. Бұл мына 1968 жылы Болгарияда өткен, София қаласында өткен, бұл жастар мен студенттердің дүние жүзілік 9-шы фестивалі ғой. Бұл 85 жыл Мәскеуде өткен. Мінекей осы көрдіңіз ба? Сонда ана қызды, сонда айтады, мен дейді, осындай тығырыққа тіреліп дейді, қарабасыммен қайғы болып, есілдағы еңбегім еш кетті ғой деген кезімде дейді, мен осы жерден ап шыққан өз ағам еді дейді, өзінің басын бәйгеге тігіп дейді, сөйтіп сағына қаштым, танылуыма дейді, және өзім салым суға кетіп, кәдімгі иінім түсіп, еңсем езіліп тұрған кезде, көтер басыңды, жүр кім басшың алып барам деп апарған қыз дейді Молдавияның. Ол алтын өзінің саласы бойынша эстрада әншісі, ол алтынды алды дейді. Ол Молдавияның қазір бүкіл елге әйгілі әншісі София Ротару еді дейді. Әні. Сөйтіп София Ротару екеуі подружка болып, кәдімгі қима сыйлас құрбылар болып, бір-бірін шақырысып, ол өзінің еліне шақырып, бұл кәдімгі жақын, кәдімгі сырлас сыйлас құрбы болған. Міне көрдіңіз ба София Ротару? Сондағы боевойлығы аның жүрегінің түктілігі, әрі рухының мықтылығы. Жүр дейді, кім бұл сені басынатын? Басшыңа апарайын, басын ашып алдым мәселенің деп алып барып жүрген. Мінекей содан міне. Бұл көрдіңіз ба? Бұны енді ішінде әлі талай, біз әлі айтпаған талай қызықтар көп бұның ішінде. Бұның ішінде саяси интрига деген тіптен бұның ішінде талай шытырман оқиғалар бар. Торғайдың даласын, Арқалық қаласын қаншалықты түлеткенін шама-шарқымызша айттық. Бірақ мына кітапта ол егжей-тегжей жазылған. Ойлы оқырман өз оқиды дейік. Ал енді берірек келейік. Осындай мынау біздің солтүстігімізде мәдени революция жасаған өзбек әлі қайтадан орталыққа келгеннен кейін елдің астанасына бұның қызметін әжептәуір төмендетіп жіберген. Қараңыз негізі, бұны 75 жылы Торғайдан келді ғой енді бұл. 5 жыл хатшы болды. Соны ол хатшы болғанда да обкомның бірінші хатшысы болады, екінші хатшысы болады, үшінші бұл, төртінші хатшының біреуі болған, идеология жағын. Бірақ облыс сол кездегі жаңа облыстың басшысының негізі саналы, пайымды, парасатты екені соншалық негізі көп шешімді өзбек әлі қабылдап отырған, қаулыны қабылдап, және онымен санасып, осы өлкені өрге сүйрейтін, өресі биік азамат қой деп, бірінші хатшы осы өзбек әліге мүмкіндіктер берген негізі. Ал енді қараңыз, бұны 75 жылы әкеледі да, бұны төмендетіп қояды, бұны қызметін. Қараңыз, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің шет елдермен байланыс бөлімінің меңгерушісі қояды. Әшейін аты бар, бірақ атағы жоқ. Пәрмені, дәрмені төмендеу бөлімге қоя салады. Бірақ қараңыз, осы жоқтың өзінен бар жасайтын өзбек әлі ағамыз шет елдермен байланыс болса, шекараның арғы шебіндегі елге келетін қонақтар, мәртебелі меймандар,
шетелдік делегациялар біздің елімізге келгенде нені көреді? Ең бірінші біздің тарихи мәдени мұрамызды көреді. Еліміздің тарихи ескерткіштерін көреді. Одан кейін біздің еліміздегі мұражайларды көреді. Осылардың барлығын жаңғырту керек дейді ғой. Сөйтеді сол кезде азып, тозып, жадап, жүдей бастаған Түркістандағы мынау ер түріктің бесігі, екі дүние есігі мағжан айтпақшы. Түркістандағы Әзірет Сұлтан мавзолейін жаңғыртуды қолға алады ғой. Айнала төңірегінде барлық археологиялық сәулет өнерін осы сол кездегі дәуірмен үйлестіріп жасаймын деп ол жерде жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Сол кезде мәдениет міне жүргізеді. Одан кейін тағы арғарай осыған қатысы бар нәрсе 77 жылы бұны мәдениет министрінің орынбасары қояды. Бұл сол кезде осы жөндеуді одан әрі жаңғыртуды, рухани мәдени жаңғыртуды арғарай жалғастырады. Сонда өзінің мына қалта орамал дейміз ғой, біз оны десарамал дейміз ғой. Сол десарамалдың төрт бұрышын түйіндеп түйіп алып, басына киіп алып, сол жерде шаң, боз боран шаңның ортасында өзі носилкамен топырақ тасып жүрген ғой бұл. Сонда бір апа іздеп келіп, айналайын, мына жерде бір министрдің орынбасары бар деп еді, басшыларың кім дейді? Осы жерде мынау мәдениет министрінің орынбасары сол ғой дейді. Ол енді анау жұмыс істеп жүрген жұмысшылардан сұрап тұр ғой. Сөйтті, бар болса шақырсаңдаршы десе, носилкам барып топырақ төгіп болғаннан кейін маңдайын сүртіп мен ғой апа дейді ғой. Ал қазір артық айтсам тілім жазықты. Біздің мына егеменді ел тәуелсіз мемлекет болдық. Бізде бір министрді, немесе вице-министрді елестетіп көріңіздерші. Сол елмен бірге боз боран, шаң тозаң топырақтың ортасында анау қоқыстасып жүрген. Айналайын өзінің ана былғары креслосы емен есікті кабинетімен анау астындағы сүліктей машинасынан аттап басуы мұң ғой қазір. Кісі ғой. Енді қазіргі билік халықпен жақын болмай, екеуінің арасына осындай асыл азаматтар арқау болмай, мәдениетте өнерде өрге баспайды. Мінекей өз ағаңның істеп кеткен нәрселер көп. Біз оның бірін айттық, мыңын айтпадық. Сондықтан осы кітапты оқыған адам жалпы қазақтың өнері, мәдениеті, тарихы, әдебиеті жөнінде талай нәрсемен танысады да, сол өнерді де, әдебиетті де, мәдениетті де, жалпы ұлттық руханиятты өрге сүйреген өресі биік өзбек әлінің адами болмыс бітімі және азаматтық тұлғасымен толық таныса алады. Бұл жерде біз жеке азаматтың жеке басын дәріптеп отырған жоқпыз. Осы арқылы өзіміздің ертеңімізді ойлайық. Мына келешегіміз кемел болсын десек, онда өткеніміз таниқта. Енді осыны егеменді ел болған кезде осы өгізге артылатын жүкті нар атандай болып алға сүйрейтін азаматтар болу керек қой. Сондықтан жас ұрпақ осындай өресі биік өзбек әлден өнеге алу керек. Болмысын алуымыз керек. Ал бұндай ұлылар өз өмірден өткенімен оның болмысы өлмейді. Ол бәрібір бізге санамызға өзінің жарық сәулесін шашып тұрады. Мінекей. Ең бірінші Түркістан облыс болу керек деген ойды осы кісі айтқан болсын ба? Өзбекәлі аға мынау бүгінде ЮНЕСКО-ның қаулысымен түбі бір түркі халықтарының рухани астанасы атанған Түркістан тек Қазақстанның ғана емес, шығыс халықтарының маңдай қаттар мақтанышы, сан ғасырлық тарихи мәдени ескерткіші, орта ғасырлық. Мінекей кезінде Әмір Темір әлемнің әміршісі болған Ақсақ Темір салдырған осы керемет кесене арқылы біздің халқымызды әлемге әйгілеуге болады ғой. Шет елдерден келетін делегациялардың көпшілігі дегенде осы Әзірет Сұлтанға аттың басын бұрады. Мен бір қызықты айтайын, мәселе өзімізде экспо өтті ғой. Экспо 2018 жыл ма еді? 17-де. Сол экспо Астанада өткенде бүкіл елді таң қалдырамыз деп экспоның анау бір шынымен қапталған алып шарын салды ғой. Ол шетелге таңсық емес қой. Көрмегенге көсеу таң деп бізге таңсық шығар. Бірақ шетелдіктерге ол... Мұғалімдерге таңсық деді ғой. Соны сырттан келген айналайын ол ондай алып шарын шынымен қапталған. Мәселен, Америка үшін ермек, ол ойын сауық орталығы, ондайлар толып жатыр. Ал біз соны салдырып, біз ешкімді де экспомен таң қалдыра алған жоқпыз. Ал соған білесіздер ме, қаншама миллиардтаған ақша кетті. Сонда келген қонақтар, ол кездегі басты тақырып жасыл экономика. Ал жасыл экономиканың игілігін көріп жатқанымыз шамалы. Бірақ әрине, сабақ тиіне сәтімен ертең оның жемісін жеп жатсақ,
Әлбетте елдің игілігі. Бірақ одан бері қанша жыл өтті? Мінекей, 8-ші жыл. 8 жылда малдың да төлдейтін уақыты, жеміс беретін уақытысы ғой егіннің де. Сол сияқты бірақ соған келген қонақтардың көбісі ақыры ердей кеттік қой. Осы өлкеде елде не бар? Елде елеңіздеп кететін тарихи мәдени ескерткіштерден Түркістанға кеткен ғой көбісі. Көрдіңіз ба? Қазіргі таңда негізі біздің облысымызға көп қаржы құйып, жаңағы шеттен кеп, біздің мына бюджетке түсім әкеп отырған саланың бірі осы туристік кластердің біреуі Түркістанның өңірі. Оған келе жатқанда айтады, ойбай, арыстан бабқа түне яссауиден тіле деп кәдімгі дұрыстап гидтер бағдар көрсетсе, отырардағы арыстан бапты көреді. Одан ары қарай барып Түркістанға барады. Кезінде өзбек айтады, бұл Түркістан нағыз облыстың орталығы болатын еді. Еліміздің рухани мәдени ошағы болатын еді дейді. Бірақ ол кезде облыс орталығы болуға мұрсат бермеген. Ал беріде 2018 жылы маусым айының соңында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдаған ең бір оңды шешімінің бірі осы болды. Түркістан облыс орталығы мәртебесіне ие болды ғой. Бірақ енді артық айтсам, тілім жазықты болсын. Бірақ онда да біздің ел... Иә, сөйтіп қамшылап қойсаңдаршы. Иә. Сонда енді ел сансаққа жүгіртеді ғой. Бұл оны ол кезде елбасы деген титулы бар. Кейін айырып тастады ғой енді қайтадан. Біздің қысқа күнде 40 болатын билігіміз. Сол кезде бұны дейді елбасының өзі. Ол жерде қазақтың ұлтқа үстін болған ұлы тұлғалары жатыр ғой. 300-дің басын қосқан Абылай ханның асыл сүйегі жатыр. Мына құқықтық реформа жасаған қазақтың даласында, қазақтың дала заңын қабылдаған, 7 жарғыны шығарған Тәуке хан бар ғой. Тәуке ханның жатыр. Хақназар хан, одан кейін есім салған ескі жол деп ел айтады. Сол есім хан жатыр. Сұлтан Рабия бегім жатыр мысалыға. Қазақтың қарақылды қақ жарған биі Қаздауысты Қазыбек жатыр. Анау Қанжығалы қарт Бөгенбай батыр жатыр мысалы. Не деген ұлы тұлғаларымыз жатыр ғой. Облыстың орталығы деп мәртебе беріп, ертең барымтаға қарымта, сыйға сый, сыраға бал деген сияқты. Мен де шайтан емес, жұмырбасты жарғақлы пендемін ғой. Өмірден өткеннен кейін менің де тырнақшаның ішіндегі асыл сүйегімді Әзірет Сұлтанға апарып қоясыңдар деп, сол кездегі елбасы, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұны осындай оймен, астарлы саясатпен қабылдаған деген әңгіме де бар. Оның ақ-қарасы Аллаға ғана аян. Мінекей. Бәрекелді. Әдемі жақсы жеткіздіңіз. Құлшыныс ба? Біздің де негізі басты мақсатымыз осы ел жұрт, мынау қазір не бір, шын айтқанда қазір жауыннан соңғы саңырауқұлақтай қаптаған кітаптар көп. Өз айналайын, аттасым Серік, өзің де білесің, қазір кино шығарушылар да көп. Көбісі комедия жанрында. Рас қой? Айналайын, біздің осы тарихи тау тұлғаларымыз жөнінде неге бір 40 минуттық болса да жаңағы өлмейтін ұрпаққа өнеге болатын еңбектер неге шығармасқа? Мына Қаныш туралы мыңда бір рахмет. Анау Қазақстан ұлттық арнасы, қазақ баспасөзінің қара шаңырағының бірі, Қазақстан ұлттық арнасы бұл туралы телехикая түсірді, сериал. Біріміз көріп, біріміз көрмеген шығармыз. Мен өзім көрдім, өте сәтті шыққан туындының бірі. Сол сияқты мына әлі бәріне уақыт төреші ғой. Алдағы уақытта осындай ұлтқа үстін болған ұлы тұлғалар туралы әлі кинолар түсіреді. Ол жерде тағы да қайталап айтамын, ол адамдардың жеке басын дәріптеп, жеке басқа табыну емес, ұлтымызға, қазіргі жастарға идеал болатын тұлғаларды, бүкіл мына жастарды ғылым жолына түсіңдер. Тіпті дін исламның өзінде айтады ғой, ілім іздеген, ғылым қуған адамның дейді, ілім білім іздеп бара жатқан адамның әрбір қадамына періштелер қанатын төсеп отырады дейді. Дінге баратын болсақ. Ал ілім білім іздеген кезінде Әл-Фарабидің өзі айтқан жоқ ма? Әйгілі Әл-Фараби, шығыстың Аристотель атанған. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл деп кеткен солар. Ал мына Өзбек ағамыз өзіміздің ұлттық өнерімізді, әдебиетімізді, мәдениетімізді, қазақтың руханиятын, бүкіл қазынасының жойылып бара жатқан жерінен қайтадан жандандырып, жаңғыртқан тұлға. Сондықтан осындай азаматтарға қарап еліктесе, біздің де ертеңіміз
біздің шынында ертеңіміз жақсы, болашағымыз жарқын болады деген үзілейін деп тұрған үмітті қайта оятады. Ой, бәрекелді, сәке. Өзбек алы туралы, өз ағамыз туралы жартылай білдік, қалғанын кітаптан білесіздер. Ендігі кезекте болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз дейді. Қаныш Сәтбаев атамызға Құдай қаласа еліктейтін Қаныш Сәтбаевтың кітабын, Қаныш атамыздың кітабын оқып, Құдай қаласа келесі бағдарламада тоқталамыз. Кеңінен тоқталамыз, Құдай қаласа. Келесі жұмада жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.